Жар төсегінен ыстық, жар төсегінен ләззатты, жар төсегінен тәтті нәрседің мынау жарық дүниеде жоқ екеніне Ақшолпанның көзі жетіп, көкірегіне түйгені қашан. Байлық бақыт емес, бедел, өзгені қорқытып, үркіту үшін алдыңа әлсіздің тізесін бүктіру үшін ғана қажет екен. Ал жар құшағы, атақты бай Қодай қосқан қосағы Қожаназардың дүние салғанына да 3-4 жыл мезгіл өтті. Қара жамырып жылын күтті. Бұдан емес өзге әйелден, әлгі жаугерлікте қолға түскен Қонай батырдан сауғаға алған Қалмаға елінен туған балалары Жем өзенінің бойындағы әдемі тоғайлықта қазақ даласында бұрын соңды болмаған ас берді. Оған кіші жүздің ханын шақырды. Атынан түскен ханның алдына қонақ үйіне жеткенше ақ киіз төседі. Кейін бұл жер ақ киіз тоғай атанып кетті. Қайғының қара түндігі иығынан түсіп жеңілдеген сайын көңілінен әлдене арбағандай, әлдене денесін шымшылағандай, әлденеге омырауын қытықтатқандай болады. Әсіресе Наурыз мерекесі өткелі. Әсіресе күні кеше қайнысы ағаның орнына отырған жеңгесіне көріскелі келіп кеткелі. Тұла бойы өртеніп барады. Құс төсек құс мамықтан емес, жылқының сабаудай қылынан жасалған тал шыбықтай бұралған дененің тиген жеріне түрпідей тиеді. Мұның тілегені бір нәрсе. Отағасының тамағын сыптай қытықтаған ұзын тарам сақалының, қыпша белін екі орап алатын салалы саусағы ұзын қолдарының орны бөлек екен ғой. Бәрі еске түсіп, Ақшолпанды төсектен атып тұрғызды. Құс жастықты құшақтап қайта жатқызды. Жұмсақ жастық оның құшағын толтыра алмай жұмырланды да қалды. Ызадан есік жаққа лақтырып жібелді. Жігерсіз жастық, еркек емес. Ызадан қолы дір-дір етті. Найза кірпіктер ашылып жабылып, жанардан жас моншақтары домалады. Ақшолпанның бұл өкпесі кеше келіп кеткен қайнысына болатын. Кейін әже болған кезінде ол қайны мен қайнағалары туралы. Біреуі батыл жетіп көрпемді аша алмайды. Ал қойшы қолаңды үстіме шығаруға қорсындым деп отыратын болды. Иә, кеше қайнысы әлі келген. Тұлғалы, ажар көркі бір еркектен кем емес жігіт ағасы. Жеңеше, Наурызда көрісе келдім, деді ол. Жасы өзінен мүшел кіші Ақшолпанды атасы алдымен жеңеше дейді. Жеңеше, жай күйің қалай? Қошан батыр өсіп келе жатыр ма? Ағаның қара шаңырағының иесі сол ғой. Әлінің шай қайнатым мен ет пісірім уақытының ішіндегі бар айтқан әңгімесі осы болды. Шайды үнсіз сораптады. Бағланның жаз етін аузына үнсіз үсті-үсті тықпыштады. Қолын шайды, тісін шұқыды. Сосын, жеңеше, ертең ерте жүріп кетсем, жылқышылар қосында шаруам бар, деді де сыртқа шығып кетті. Ақшолпан ойланып қалды. Әмеңгерлік жолымен қалауын сұраса, іштей осы қайнысын меншіктеп жүрген. Тек үйіндегі шүйкебасы доллау. Ақшолпан бір жыныстанбыз ғой, оның да тілін табамын деп ойлаған. Міне, енді сол көңілі құлаған қайнысы жеңгенің оңаша Ақбоз үйіне арнайы ат басын тіреп қонғалы тұр. Демек, оның да көңілінде. Ақшолпан Ақбоз үйдің ішіне екі төсек салды. Бірін кішігірімдеу қойшы қолаңның төсегіндей жұқалтаңдау етіп төседі. Екіншісін екі кісілік, яғни бұрынғы отағасы бардағы төсектей көз жауын аларлық етіп салды. Неде болса, арадағы нәзіп жіктің түйілген тұсын Ақшолпанның өзі шешуге ниеттенді. Сырттан үйге кіріп келген әліге. Қайным, деді, келісіңнің сыр құпиясын әлі ашпадың. Егер қонақ болып келсең, онда қонақ төсегің мынау. Босағада жақындау салынған жұпыны төсекті нұсқады. Ал ағаңның орнын жоқтатпағалы келсең төсегің мынау. Ылғи құстың мамығынан жасалған, шәй жібектермен тысталған, қандай еркектің болса да есін алатын оттай ыстық жар төсегін көрсетті. Әлі жеңгесіне қарап қалды. Жасы 20-дан енді асқан келіншек қырдың қызыл түлкісіндей құлпырып ақ тұр екен. Дүниеде сірә бұдан асқан сұлу ұрғашы болмаз. Жүрегі бүлк етті. Жанарын әлгі сұлулық жасқап, өзінен мүшел жас кіші, бірақ қазіргі сәтте үстемдікті, билікті өз қолына алып тұрған келіншекке екінші рет тік қарауға батыл жетпеді. Осы сәт көз алдында үйіндегі бейпіл ауыз өз қатыны елестеген.
Осы қылығын сезсе күн ертең отының басын ойрандайтынын сезді. Әлінің маңдайынан тер бұрқ етті. Жеңешесінің бұл батыл қылығы оған жуса кетпейтін күнәдай көрінді. Егер қосылыспасақ болған күннің өзінде де неке суын ішісіп, айдай әлем алдында жария етіп барып жар төсегіне жату керек емес пе? Ақшолпан, деді ол сырт киімін кереге басына іліп жатып. Бүгін мен қонақ ретінде келдім, ал мүмкін кейін. Ақшолпан әлінің сөзін аяқтатпай қатқыл үнмен үзіп жіберді. Қонақ болсаң төсегің анау. Өзі сыртқа атып шығып, өксігін баса алмай ағыл-тегіл ұзақ жылады. Тағдырын қарғады, әкесін қарғады. Өз әлін білмей отқа қолын көсеген кәрі қақпас отағасы Қожаназарды қарғады. Өмірі ойыншықтай көріп, бәріне келісім берген өзін қарғады. Қайнысының осындағы келісінің мәніне түсінбеген, өзінің ерке қылығы сәтсіз болып шықты. Ақшолпан сол оқиғаны еске алып, әлі өзін де тағы қайталады. Жігерсіз жастық, еркек емес. Түн сылтымы, түн арбауы келіншекті ұйықтатар түрі жоқ. Байдың бұлағызы, өмірдің қысастығына қысастықпен жауап бергісі, тіпті тәлке кеткісі келген. Бірақ қатал тағдыр аңғал, сәби көңілді бойжеткеннің түсінік түйсігімен тым күрделірек болып шықты. Ол оңаша үйде отырып, өз-өзінен мынадай мағыналы зар өлең айтатын болды. Омашалап басылып, төсек бұл жатқан шашылып, түлкі құйрықты қу тағдыр, қарғаймын сені ашынып. Сөндірген кім бар отын өз, жұлқысар шақта етін өз. Араша түспек ұзақтан, қарғаймын әке қатыгез. Сақалын мұртын ақ басқан, кірпігін қарар қақпастан, балымды сорған тіліммен қарғаймын сен қақпас жал. Оттан дастық қойны бар, ашылған талай қойындар, қарғайым тағы батылсыз қайнағалар мен қайнылар. Қайтемін жәудір көзімді, бола алмай шыққан төзімді, тәкаппарлықпен тартқан сазайын қарғаймын және өзімді. Дүние қоңыз, қуған кіл, шыққандай жаурап судан бір, не жаздым мені зарлатқан тылсымы мол қу тағдыр. Я, тағдырының бұлай түзілуіне өз кінәлі. Менің бетіме жан қарай алмайды, айтқаным орындалады дейтін өр көкіректігі де түбіне жетті. Олай емес, бәрі де алдамшы, жалған екен. Оның есіне Қожаназар байға қалай тоқал болған түсті. Әлім елінің аузынан тастамайтын айдай сұлу Ақшолпаны болатын бұл. Әкесі мыңғырған бай болса да, өзі аса сұлу қыз болса, Ақшолпаннан бақытты кім болмақ? Қызметші қыздардың бірі маңдайын сипап шашын өрсе, бірі балтыры мен санын сылайтын. Сол кезде бұл маужырап ұйқыға кететін. Жігіттердің аузында Ақшолпан, жеңгелердің аузында Еркежан, Сырғалым болатын. Бірде еліне той болды. Қыз бозбалалар отырған отау әр кезде көңілді ән күйге бөлінбей ме? Ақшолпан қолына домбыра алып, мақпал даусымен үзілдіріп ән шырқады. Тойшылардың бірі есіктен, бірі іргеден, аттылар жабықтан таласа сығалап қалыпты. Кенет Ақшолпанның көзі жабықтан сығалап тұрған, ішінде сақалы әппақ жанары нұрлы, құндыз бөрікті, асыл шапанды қартқа түсті. Әлгі паң мінезді қарт Ақшолпанға сүйсіне қарап тұр екен. Манадан бері ту сыртынан оқша қадалған көздің иесі осы екенін сезгендей. Мұна ақшын-ақшалға да қыз керекпей, деп сыңғырлай күлді де, оған сары майдан дәметкен итім құрысын деп, бозбалалардың бәрі қосылып кіріп, қолдарын шошайтып, әлгі қызға тесіле қараған қартты мазақ етті. Бірақ Ақшолпан аузынан аңдамай айтылған осы сөздің кейін өзінің бар тағдырын шешерін сол байда қайдан білсін. Жабықтан сығалап тұрған шал адайдың атақты байы Қожаназар болған. Өзін құдай санайтын Қожаназарды әлгі сөз қамшымен қақ маңдайдан сарт еткізіп ұрғанмен бірдей болды. Тотығыз торға өз түсті, деді бай іштей мырс етіп. Мына тотығыз кімнің бақшасынан екен, білші, деді қосшысына қарап. Сөйтті де тойдың соңына күтпей ауылына сал жүре берді. Той иелерінің ішінде абыржу пайда болды. Қожаназар өкпелеп кетіпті. Кімге? Әлімдерге. Неге? Сәлкей байдың сайқымазақ қызы ақшын-ақ шал деп масқаралапты. Ұят болған екен. Әлімдер, сендер адайға ат жапан айып төлейсіңдер. Жігітке емес, қыздарыңызға мырзамызды сөктіріп. Қожаназарға да керегі осы қаңқу сөз еді.
келе Сәлкел байдың ауылына құдаттандырды. Айтқаны, топ ішінде абыройымды төккен қызға көңілім ауды. Шал демесін, аруым деп қадірлеп өтем. Ақшолпанға да Алла адамым осы деп тұспалдаған болар. Әйтпесе сақалыма жабысатын жөні жоқ еді. Сәлкен ауылының түндігі қиын соққандай тулады. Қожаназардың қай басынғаны. 80-дегі шалдың дәмесінің зорын, қызымыздың теңі болса бір жөн. Қойыңдар ағайын, қызымыздың өзінен жатқан айдақардың құйрығын басып. Осы кезде Ақшолпан: әке, жатқан айдақардың